костюмде тікіретін өзім, әндерімде жазатын клиптарында плакат афиша жасатын да өзім ол кезде. Сөйтіп барып, әкімге жолып жаңағы концерт залды сұрайын десем, сөйтсем Гүлеке афишаны жасап кетсеңізші, жаңағы бәрін дайындатып деп та, кейіннен басам бота бала шағасын бәрі жиппен күтіп алып, жаңағы конвертке концерттің ақшасын бәрін жасап қойғанда, мен сол кезде ойлап кеткем, бұндай жақсылықты, бұндай ең бастап қиналыстарды еш уақытта ұмытуға болмайды деп та, қанша адамның алдына барасың, ондай жаңағы осындай жаңағы ана деп сөйтіп құрметтейтін ешкім жоқ қой, санаулы ғана. Содан кейін ұмытқан емес, одан кейін 18 жыл болды араласып бәріміз, бірақ мен айтар едім, ең мынау көбіне толыққанды отбасы деп нетеміз ғой, осы жастардың бәрі толыққанды отбасы болса екен деп армандаймыз. Ылғи да мен өзім салам жаңағы қыздар барлық ыстық суығына көніп, әйтеуір 5 жылдың ішінде көп ажырасып кетеді ғой, соған бір шыдаммен қарап сөйтіп толыққанды отбасы болыңыздаршы, осынау ортада бала шаға жылап қалады ғой деп шыдам ғой. Ал енді бұларға келетін болсам, өмірлерінде бір ұрысып көрмеген жандар сияқты да, өйткені қашан көрсе күлімдеп, бұдан да баршаңызға жұмыс болсын. Шынында да ол алтын деген ол жай нәрсе емес. Әрқашанда адалдығымен осы жерде келіп жаңағы алтындарды таққан қыз-келіншектер саған алғысын айтатындай, бәрі таза адалынан болсын жаным. Адалдық әрқашанда ол биіктерге, үлкен өзінің армандаған мақсаттарына жеткізетін дүние. Бар бақыт тілеймін, және осы жердегілердің барлығына осындай керемет дүниелермен шын адал нәпақаларыңызды қара термен тазасынан табатындай сондай жетістік пен жеңіс тілеймін баршаңызға. Болды деп Гүлзира әпке. Қазір бірінші Айлиннің тұсауын кеземіз, сосын менікін. Тәрбиелеп жатқан Қайратқа рахмет. Қазір біз тосатта көп қалды. Қайраттың мамасы, біз сондай жақсы көреміз. Солар қалай тәрбиеледі екен осы баланы деп, сондай семьясымен бәрі өте жас көрінеді. Жастарына сай емес, жас көрінеді. Тәрбиелері өте жақсы, сыйластықты, анандай не болып қалған жоқ. Бізге ұнайды. Біз негізі Қарақалпақстан үлгісіндеміз. Қарақалпақстан үлгісінен жақсы көп тыңдаймыз осы өлеңдерін. Рахмет, тәрбиелеген. Өзіңізге де рахмет. Қарапайым кісілердің өздері Гүлзира ханымды ұстап алды. Сондай тәрбиесіне, қарапайымдылығына риза болып жатыр. Рахмет сіздерге. Бағалағандарыңызға. Аман болыңыз, осылай жас болып жүре беріңіз. Жақсыққа келмегенімізге біраз болды. Келіп жинап, қарап кетіп жатырмыз. Ау! Я. Өйткені жақын күндер жолға шығамыз. Соны бақылап кетейік деп. Қайырлы таң достар, бісміллә деп Балқаштан Астанаға жол тарттық. Ой, елуге кетіп, жап-жас болып, не ұйқы болсын, не ұйқы. Тұрарға серік болып, әңгіме айтып келудің орнына жібермей қояйық. Конституция күні. Шырқады салған шалқыда тартқан күйер аз шалқыда тартқан күйер Әлішер шымқыр салонынан сәлем башаңызған. Осы салонның керемет мастері Олжастың туған күні болды жақында. Құттықтаймын Олжас. Жасай бер жақсы адам. Өте талантты мастерлер. Алла разы болсын баршаңызға. Ал бұйырса алматылықтар бүгін сіздің қалада жүздескенше дап-дайын болып барайын деп ұшағымыздың кешіккені жақсы болды бір жағы. Салонға келіп реттеліп жатырмын. Күндеріңізге сәттілік достар. Күндізгі бірден бастап әуежайда жүрміз. Арасында барып тез-тез прическа макияж жасап
Даттайын болып бұйырса енді Алматыдағы шараға үлгерсек жақсы болатын еді. Бір күнім әуежайда өтті. Рахмет саған, Эйр Астана. Басқа айтарым жоқ. Алла амандығын берсін. Достар, ұлттық арнаға ұнайды маған жобасына съемкаға келдік. Нұрсұлу, мен сені көрсетейін деп жатсам. Нұрсұлу бүгін Маржан екеумізге өлтіріп тұрып мынадай завтрак дайындап қойды. Міне, еще винограды мен. Апам да аң-таң, мен де аң-таң. Ойбай, нан берме, қазір көйлекке сыймай қаламыз. Жұмыртқа жарайды, көп ішуге болмайды. Сөйту үшін біздің мына жақта Боня, Анисикуш бәрі жұмыс істеп жатыр. Оляны күйеуге шығатындай қылып дайындап жатыр. Қарале бағылып жатыр. Мына жақта Анеля, қолын көтеріп қойшы. Осы бізге неше түрлі мүйіз, мынадай бір нәрселер тағатын. Өзі түк болмағандай отырады. Үшін күндеріңіз сәтті өтсін. Сентябрь жақындап қалды. Бала шағаны дайындап жатсыздар ма? Оқуда озат, еңбекте алда болсын бала. Жаңа жылдан түсірдім ма? Өмірімде киген көйлегім. Серік білмеймін, жақсы деп серік киіп жатырмын. Макияж серіктікі. Шаш Боняныкі. Киім Руслан мен Анельяныкі. Өзімде ештеме жоқ. Иін бар. Табиғи сұлулық бар. Табиғи сұлулық бар, көлігім бар. Қалғанның бәрі осы жерде шешіп тастап кетеміз.